Міне, бұл ұлтыңды жақсы көресің ба? Қандай көріністер арқылы дәлелдейсіз? Қайсысы бір қазақтың жігіті бір қазақтың қызымен қазір ғашық болып жүріп жүрген болса, ол екеуі нақты некемен аяқталу керек. Егер де жаңағы жігіт өзінің жаңағы бір іздеген нәрсесіне қол жеткізіп болғаннан кейін ана аңқау қызды жаңағындай күйде қалдырып, ренжіме, мен бұлай істей алмаймын деп кетіп бара жатқан болса, жаңағы жігіттің желкесінен алынып ана қызға үйлендірілу керек. Қыздың абыройы, міне ұлтшылдық, қыздың абыройы сақталу керек. Ана қызды тәрбиелеген, бәленбай жыл тәрбиелеген ата анасының абыройы осылай сақталу керек. Міне қалай жақсы көреміз біз ұлтымызда ұлтшылдық деген нәрсені. Осы нәрсені ана жігіттің желкесінен ұстап апаратын кім десеңіз, туған әкесі мен туған ағасы апару керек осыны. Егер де олар бұны істемесе, онда ұлт деген ұғымға түкіргені бар.